Само название говорит за себя. Сандык – это тот предмет быта, в котором раньше наше старшее поколение хранило самое ценное, хранило самое дорогое и самое вкусное. И в нашем проекте мы храним самое дорогое и самое ценное. Сандық мейрамханасының ашылуының идеясы мен мақсаты қазақ дәстүрімізді қайта жаңғырту, қайтару. 400 ғасыр бойы бұл дәстүр бізге жетіп отыр. Егер ол инновациялық құштар болмаса, оны іздемесе, жаңашылдықты дәріптемесе, бұл жол бізге жетпес еді. Керісінше 400 ғасыр бойы кем-кетіктерді арашалап, керемет сұлу жерлерін қосып, бізге бір осы кейіпте келді. Командой ученых мы изучаем казахскую кухню, ездим по территории Казахстана, по приграничным регионам. На сегодняшний день собрали более 200 тысяч рецептур. Помимо рецептур мы изучаем технологии приготовления, это заготовка, сушка, вяление. И сегодня вот эти технологии мы используем в наших ресторанах для приготовления уже именно в ресторанной подачи наших блюд. Консерватизм мен артқа тартудан алыс жол екенін осы сандық мейрамхана арқылы біз жай ғана тамақ емес, ауыз, көз, құлақпен осы әсер мен сезімді тұрсудамыз беріп. В ресторане «Музей» в городе Алматы мы постарались показать всю красоту средневековой архитектуры. So the main task was to implement the ancient Kazakhstan cultural life into contemporary buildings. В ресторане «Музей» представлена целая коллекция предметов быта. Также помимо предметов быта мы показали и средневековую архитектуру, но также был сделан акцент на традиционную одежду. First of all, we collect all the data from 16th and 17th centuries of Kazakhstan culture. And then we synthesize some element and implement them in the right places, like an arch, like a shanrik. And the shanrak makes one of like ambient of this atmosphere inside the Sandik restaurant. У нас здесь представлена целая галерея сундуков, которые были собраны с разных регионов Казахстана. Это Чай-Сандык, Асадал, Туси-Кагаш. We played with the natural colors, with the meaning of Jitisu is the 7 rivers, so we just play on this color palette. В каждом регионе Казахстана касательно своей одежды были особенности. К примеру, в регионах Жетысу она отличалась по своей региональной характеристике. Первое – это, конечно, орнамент. Цвета также присутствовали, природные оттенки – это охра, зелень, темно-коричневые тона. Everybody can see that now, when the people are coming, you can see the emotional from them. You know, they are saying that is wow. Поставили перед собой цель возродить национальную идею во всех ее направлениях. Национальная идея, национальный дух, быт казахского народа – все это очень важно для нашей компании. И вот ресторан «Сандык» – это одна из этих воплощенных целей. Жоспар үлкен, мақсат қойып отқанымыз 5 мейрамхана ашу үлкен қалаларда Қазақстанның осы жыл бітіру ашуларын. Қалған қалаларда бізде тары кофейнялармен ашыламыз. Ол жерде жастар мекендейтін, кофе ішетін, біздің шай дәстүрімізді көрсететін бір кішкентай шағын бір керемет орын деп ойлаймын. 2023-24-те біз жаһандық нарыққа шыққымыз келіп жатыр. Ол алғашқы 3 қала Лондон, Дубай, Нью-Йорк. The meaning and the mission of the Sandik restaurant is not to feel the taste of the ancient centuries, but to
make some vision for the new generations. Нужно возвращаться нам к истокам. И вот это главная миссия и цель нашей компании, и ресторана «Сандык» в том числе. И мне кажется, мы ее достигли. So it's basically new synthesis of the future. Let's say, do not forget the past. Ортадай қара көз қарындастарымыз келіп, осы біздің мейрамханадан өзіне бірдеңе түйіп, бір көкірегіндегі сәулені қайтарып, бала шағасына или кейінгі ұрпаққа бөлісе алатындай сәуле алса, біздің дәстүрімізді сүйе бастаса, жақсы көре бастаса, қазақ ағаларымыз, інілеріміз осы дәстүрді жолын таңдап, үлкенге құрмет, толеранттық, инновацияға құштарлық, еңбекқорлықты өзіне түйіп, қазақ жолын басқа ұлт өкілдеріне үлгі тұтса, олар бізге қызығып, осы жолды таңдағымыз келіп тұр деп бізге қызығып қараса, сол кезде мен көңілім толады. Здесь представлена не только кухня, здесь представлена и музыка, здесь представлен быт, здесь представлена философия, здесь представлена целая история.